Сәлем достар. Бұл арнада мен әр түрлі өзім жазған әңгімелерді оқимын. Мұнда әр әңгіме өмірден алынбаған. Тіркеліңіз және менімен бірге тыңдаңыз. Айрандай үйіп отырған отбасын бір-біріне шақыстырып ұрыстырған келін. Бұл үйде бұрын айқай болмайтын. Үнсіздік емес, тыныштық болатын. Таңертең ас бөлмеден ыдыстың сыңғыры естілсе, ол ұрыс емес, тіршіліктің белгісі еді. Анасы келіндеріне бірдей қарайтын. Ағалы інілі ер адамдар бір-біріне тірек болатын. Сырт көзге айрандай ұйыған отбасы. Сол үйге Айгүл келін болып түскен күннен бастап бәрі баяу білінбей өзгере бастады. Айгүл алғашқы күннен ақ өзін жақсы келін етіп көрсетті. Дауысы жұмсақ, күлкісі жылы, сөздері тәтті. Бірақ оның көзінде біреулер байқамайтын суық есеп бар еді. Ол ешқашан ашық ұрыспайтын. Айгүлдің әдісі басқа болатын. Апа, мен ренжіп отырған жоқпын ғой, тек жүрегім ауырып кетті. Аға, мен үндемеймін, бірақ кейбір сөздер жанға тиеді екен. Мен кінәламаймын, өзім кінәлі шығармын. Осындай сөйлемдерден кейін үйдің іші өзгеріп кететін. Айгүл бір ауыз сөзбен екі адамды бір-біріне қарсы қоятын. Өзі ортасында ақ, таза болып қала беретін. Бір күні ол енесіне жай ғана айтты. Үлкен келіннің сөзі кейде тым қатқылдау, бірақ мен үндемеймін, апа. Ене үндемеді. Бірақ сол күннен бастап үлкен келінге басқаша қарай бастады. Келесі күні ол қайын сіңлісіне сыбырлап айтты. Ағаң саған өкпелеп жүрген сияқты, мен байқап қалдым. Сол сөзден кейін бауырлардың арасына суықтық кірді. Айгүл ешқашан өтірікті тіке айтпайтын. Ол шынды бұрмалап, әркімнің әлсіз жерін дәл табатын. Үйдегілер әлі де бәрі жақсы деп ойлайтын. Ал Айгүл болса іштей күлімсіреп жүрді. Айрандай ұйыған үйдің іргесіне алғашқы жарықша дәл осы күні түсті. Ал ол жарықшаны ешкім байқамады. Айгүлден басқа. Үйде бәрі бұрынғыдай жүргендей көрінді. Ас ішілді. Күлкі естілді. Қонақ та келді. Бірақ бір нәрсе өзгерген еді. Адамдар бір-біріне бұрынғыдай сенбей қарайтын болды. Үлкен келін кейде енесінің көзінен суықтық сезетін. Мен не істедім? Деп ойлайтын. Ал жауап жоқ. Айгүл болса бәрін бақылап жүрді. Ол сөз айтпас бұрын кімге қалай әсер ететінін алдын ала есептейтін. Бір кеште шай үстінде ене ауыр күрсінді. Қазір келіндер де басқа болып кетті ғой, деді. Бұл сөз ешкімге тікелей айтылмады. Бірақ үлкен келіннің жүрегіне қадалды. Айгүл үнсіз отырды. Басын сәл төмен түсіріп, ернін қысып, өзін ренжігендей көрсетті. Оны көрген ене іштей. Мынау тым жуас қой, бәріне шыдап жүр екен деп ойлады. Сол сәтте Айгүлдің жоспары тағы бір қадам алға жылжыды. Түнде ол күйеуіне жай ғана айтты. Мен бұл үйде артық адам сияқтымын, бәрі менен суынып кеткендей. Күйеуі үндемеді. Бірақ оның да ішінде күдік пайда болды. Ертеңіне күйеуі ағасына салқын амандасты. Ағасы таңғалды. Не болды? Деп сұрамады. Сұрамау араны одан әрі ашты. Айгүл біреуді жамандап, біреуді жақтап жүрген жоқ. Ол тек әр адамның ішіне күдік дәнін сеуіп жүрді. Ал күдік айқайсыз-ақ айрандай ұйыған үйді бөлшектеп жібере алатын күші еді. Сол түні үлкен келін жастығына басын қойып жылады. Бұл үйде мені ешкім түсінбейтін болды. Ал Айгүл бөлмесінде айнаға қарап тұрды. Күлімсіреп, сызат енді тереңдей бастады. Бұл үйде бұрын ашық айқай болмайтын. Енді де айқай шықпады. Бірақ оның орнына ауыр үнсіздік келді. Ас үстінде сөз азайды. Көздер түйіспей қалды. Күлу әдет үшін ғана. Үлкен келін бірде ас дайындап жүріп, абайсызда тұзды көп салып қойды. Ене қабағын түйді де, ештеңе демеді. Бұрын болса, қызым, келесіде абай бол дер еді. Ал үнсіздік сөзден де қатты батты. Айгүл сол сәтті қалт жібермеді. Ол асханадан шығып бара жатып, жай ғана сыбырлады. Апа, мен көмектесейін, кейбіреулер мән бермей пісіре салады ғой. Бұл сөз пышақта емес, ине сияқты еді. Ішке кіріп байқатпай жаралайтын. Сол күннен бастап үлкен келін мен ененің арасы алыстай түсті. Ал ене іштей. Айгүлдің өзі таза ғой, ренжімей жүр деп ойлады.
Кешке қарай ағалы інілі екеуі бір шаруаны ақылдаса алмады. Бірі ашуланды, бірі ренжіді. Айгүл сол түні күйеуіне айтты. Мен сенің ағаңмен араларың суып бара жатқанын сезіп жүрмін, мен себеп емеспін ғой. Күйеуі үндемеді. Бірақ ойланды. Ал ой күдікке айналды. Үлкен келін сол кеште Айгүлге тіке қарады. Бір сәтке көздері түйісті. Сол көзқараста бір нәрсе бар еді. Күмән. Түсініксіз қауіп. Айгүл, сен бірдеңе айттың ба апама? Деді ол жай ғана. Айгүл таң қалды. Көзін үлкейтіп. Жоқ, қалай ойлайсыз? Мен ешқашан арттарыңыздан сөйлемеймін деді. Даусы дірілдеді. Көзінде жас тұрды. Сол сәтте үлкен келін өзінен өзі ұялып кетті. Мен неге бұлай ойладым? Деді ішінен. Ал Айгүл ішінен күліп тұрды. Үнсіз соғыс басталып кеткен еді. Ал соғыстың ең қауіптісі. Кімнің жау, кімнің дос екенін білмейтін соғыс. Бұл үйде бәрі іштей жиналып қалған еді. Сөз емес, реніш көбейген. Бір күні қайын сіңлісі шыдай алмады. Ас үстінде қасықты жай ғана қоя салды да. Неге бәріміз бір-бірімізге суықпыз? Деді. Үй іші тына қалды. Бұл бірінші рет біреу дауыстап айтқан шындық еді. Ене ауыр күрсінді. Қазір адамдар өзгеріп кеткен, деді тағы да. Үлкен келіннің көзіне жас келді. Егер мен біреуге жақпай жүрген болсам, ашық айтыңыздар, деді ол. Айгүл үнсіз отырды. Басын төмен салып, қолын дірілдетіп шайын араластырды. Айгүл, сен не дейсің? Деді ене. Айгүл бір сәт үнсіз қалды. Дәл осы сәтті ол бұрыннан күткен. Мен ешкімді кінәламаймын, деді ол баяу. Тек кейде өзімді бұл үйде бөтен сезінемін. Ол көз жасын сүртті. Бәріңізді жақсы көремін, бірақ кей сөздер қатты тиеді. Қай сөз? Қашан? Кім айтты? Айгүл нақты ештеңе айтпады. Бірақ сол белгісіз сөздер бәрінің үстіне көлеңке түсірді. Ене үлкен келінге қарады. Қайын сіңлісі ағасына көз тастады. Ағасы інісіне бұрылды. Бір-біріне күдікпен. Үлкен келін дауысы дірілдеп. Егер біреуді ренжітсем, кешіріңіз, бірақ менің жамандап жүргенімді айтпаңыздар, деді. Айгүл дереу. Жоқ, мен ондай демедім, деді. Дауысы таза. Бейнесі ақ. Ал үлкен келін өзін кінәлі сезініп қалды. Өйткені Айгүл кінә тақпады. Тек жылады. Сол күннен кейін үйде бір нәрсе анық болды. Ешкім ешкімге сенбейтін болды. Ал Айгүл сол түні бөлмесінде отырып, терең дем алды. Бір отбасы енді ешқашан бұрынғыдай болмайтынын ол білді. Жарылған сыр, айтылмаған шындықтан да қауіпті еді. Айгүл бәрін бақылауда ұстап жүрмін деп ойлады. Әр сөз өлшенген. Әр көз жасы есептелген. Бірақ ол бір нәрсені ұмытты. Шындық ұзақ уақыт тұншығып тұра алмайды. Сол күндері ене ауырып қалды. Үйдің бар шаруасы үлкен келіннің мойнына түсті. Ол үндемеді. Шаршады, бірақ шағымданбады. Айгүл болса көрші көлемге барып, апаға қарайласқым келеді, бірақ мені жақындатпайды, деп айтты. Бұл сөз сыртқа шықты. Ал сырттағы сөз міндетті түрде қайта оралады. Бір күні ене күтпеген жерден үлкен келінге: «Қызым, бәрін өзің істеп жүр екенсің», деді. Үлкен келін таң қалды. «Басқаша қалай болсын, апа?» деді жай ғана. Осы кезде Айгүл кіріп келді. Сол сәт оған жайсыз тиді. Ене Айгүлге қарады да: «Қызым, сен көршіге апаны қарайластырмайды деп айтыпсың ғой», деді. Айгүлдің жүзі бір сәтке өзгеріп кетті. Өте қысқа, бірақ байқалды. «Жоқ, мен тек уайымдап айттым», деді ол. Бұл жолы сөз бұрынғыдай әсер етпеді. Ененің көңіліне күмән алғаш рет түсті. Кешке қарай қайын сіңлісі үлкен келінге сыбырлады. Айгүл мен туралы да бірдеңе айтып жүрген сияқты. Үлкен келін үнсіз қалды. Бірақ ішіндегі күмән енді айқын сезімге айналды. Айгүл бәрін бір-бірінен алыстатамын деп жүріп, өзін байқамай ортасына тым жақын қойып алғанын түсінбеді. Ал ортасында тұрған адам бір күні міндетті түрде көзге түседі. Сол түні Айгүл ұйықтай алмады. Алғаш рет өз сөзіне өзі тұтығу айлакердің ең әлсіз сәті еді.
Айгүл ас үйден шыққан сәттен бастап шешім қабылдады. Енді ол қорғанбайды, шабуылдайды. Өйткені айлакер адам үшін ең қауіпті нәрсе бетперденің қозғалғанын сезіну. Ол қонақ бөлмеге кіріп, бәрі отырған жерге барды. Даусы дірілдеп шықты. Бірақ бұл әлсіздіктен емес, шеберліктен еді. Мен бір нәрсе айтайыншы, деді ол. Үй ішінің назары соған ауды. Соңғы кезде мені біреулер жаман көрсетіп жүрген сияқты, деді ол. Мен үндемей жүрдім, бірақ ішіме сыймай барады. Үлкен келіннің жүрегі су ете қалды. Айгүл дәл осыны істейтінін ол білген. Мен бұл үйге жамандық ойлап келмедім, деді Айгүл. Бірақ кей адамдар мені жек көретіндей. Ене қозғалып қойды. Кім? Деді. Айгүл басын шайқады. Айтпаймын, өсек көбейеді. Міне тағы да сол әдіс. Атамау арқылы айыптау. Күйеуі Айгүлге жақындады. Неге жылайсың? Деді. Себепсіз жыламайды ғой, деді Айгүл сыбырлап. Бұл сөз үйдің ішін қақ бөлді. Бірі Айгүлдің жағында, бірі түсінбей қалған. Үлкен келін орнынан тұрды. Егер біреуге айтатын сөзің болса, нақты айт, деді. Айгүл оған қарап. Мен нақты айтсам, сіз ренжисіз, деді. Бұл соққы еді. Тікелей емес, бірақ дәл. Ене ауыр дем алды. Бәріңде тынышталыңдар, деді. Бірақ тыныштық енді қайтып келмейтін еді. Сол кештен кейін үй екіге бөлінді. Бірі Айгүл тым таза, деді. Екіншісі мұнда бір гәп бар, деді. Ал Айгүл түнде бөлмесінде отырып, өзіне өзі сыбырлады. Енді бәрі менсіз шешім қабылдай алмайды. Ол қателесті. Ақталу шабуылы айлакердің соңғы қаруы еді. Ал соңғы қару әрқашан бәрін күйретеді. Айгүл бір нәрсені мүлде есепке алмады. Бұл үйде сөзге араласпайтын, үнемі сырттай бақылап жүретін бір адам бар еді. Ол атасы. Ата көп сөйлемейтін, көбіне тек тыңдайтын. Ал тыңдайтын адам бәрін естиді. Айгүл үшін ата әсерсіз еді. Ол қателігі де осы болды. Сол күні кешке ата үлкен келінді шақырды. Қызым, шай құйып берші, деді. Үйдегілер мұны жай ғана әңгіме деп ойлады. Бірақ ата шай ішпеді. Соңғы кезде үйдің іші тыныш емес, деді ол. Бұрын үндемей-ақ түсінетін еді. Үлкен келін басын төмен салды. Мен де соны сезіп жүрмін, ата, деді. Ата сәл үнсіз қалды. Сосын, бір сөз айтайын, деді. Бұл үйде ешкім жаман емес. Бірақ біреудің сөзі бәріне ауыр тиіп жүр. Үлкен келін жүрегімен сезді. Ата да сезіп отыр. Айтпаймын, деді ата. Өйткені шындық айқаймен емес, өзінен өзі ашылады. Сол сәтте Айгүл есіктен кіріп келді. Ол екеуінің әңгімесін көрді. Және бірден алаңдады. Кешке қарай ата барлық үйді жинады. Бұл сирек болатын жағдай. Мен сендерді тыңдап жүрмін, деді ата. Біреуің сөйлейсіздер, біреуің үндемейсіздер. Бірақ бәріңде шаршадыңдар. Айгүл ішінен. Бұл жай әңгіме деп ойлады. Ата сөзін жалғастырды. Үйді сөз бұзады. Сөзді адам бұзады. Айгүлдің қолы дір етті. Кім көп жылап, аз сөйлесе, ол әрқашан таза емес, деді ата. Бұл сөз үйге тас сияқты түсті. Айгүл басын төмен салды. Бірақ бұл жолы ешкім оны қорғауға асықпады. Өйткені бәрі алғаш рет ойланып қалды. Еленбеген адам кейде ең қауіпті адам. Өйткені ол бәрін көреді. Атаның сөзінен кейін үйдің іші бұрынғыдай болмады. Айгүл оны сезді. Ауаның өзі ауырлап кеткендей. Енді оған ешкім бұрынғыдай жанашыр көзбен қарамайтын болды. Сұрақтар көбейді. Көзқарастар өзгере бастады. Айгүл сөйлеген сайын адамдар тыңдайтын. Бірақ сенбей тыңдайтын. Сол күні қайын сіңлісі күтпеген жерден. Айгүл, сен маған ағаң ренжіп жүр дедің ғой, деді. Айгүл селк етті. Иә, байқап қалдым ғой, деді. Ал ағаң бүгін мен ешқашан олай айтпадым, деді қайын сіңлісі. Үнсіздік орнады. Айгүл жымиып. Мүмкін мен қателескен шығармын, деді. Бірақ бұл жолы жымию көмектеспеді. Кешке үлкен келін енесімен ашық сөйлесті. Бірінші рет.
Апа, мен сіздің артыңыздан ешқашан жаман сөз айтпадым, деді ол. Ал біреу ренжідім деп жыласа, ол шындық бола бермейді. Ене үндемеді. Бірақ ойланып қалды. Айгүл сол түні тағы да күйеуіне шағынды. Бірақ күйеуі: соңғы кезде бәрі сені айналып өтеді, ойландың ба? Деді. Бұл сөз Айгүлге ауыр тиді. Сен де маған сенбей тұрсың ба? Деді ол. Мен тек ойланып тұрмын, деді күйеуі. Осы сөз Айгүл үшін ең қауіпті белгі. Ол бұрын адамдардың ойлануына жол бермейтін. Енді ойланып үлгеріп жатыр. Айгүл айнаға қарады. Өзіне өзі: әлі бәрін орнына қоямын, деді. Бірақ маска енді орнына толық отырмайтын болды. Сырғыға масканы қайта тағу ең қиын іс. Кешкі үнсіздік үйге салқын жел сияқты тарады. Барлығы өз орындарында отыр, бірақ тыныштық жасанды. Айгүл өзінің жеңісін сезді, бәрі өз қолында. Бірақ ата оған қарсы әрекет жасауға дайын тұр еді. Таңғы шай үстінде ата жай ғана: балалар, бір-бірімізді тыңдайық, деді. Сөзден гөрі іс бар. Біреудің жоспары сізге көрінбейді, бірақ әсері айқын. Үйдегі атмосфера өзгерді. Айгүл сәл селк ете қалды. Бұл елемейтін кісі қалай қарсы шыға алады, деп ойлады. Ата бір-біріне қарама-қайшы мәлімет беріп, адамдарды ойланып қалуға мәжбүрледі. Сол түнде Айгүл бөлмесінде отырды. Өзіне өзі: енді мен бәрін өзімше жасай аламын. Олар менсіз шешім қабылдай алмайды, деді. Бірақ ол байқамады. Ең қауіпті қарсылас қашанда ең тыныш, ең еленбеген адам болады. Айлакердің соңғы айласы жасалды. Бірақ оның салдары енді басталды. Кешкі үнсіздік үйге салқын жел сияқты тарады. Барлығы өз орындарында отыр, бірақ тыныштық жасанды. Айгүл өзінің жеңісін сезді, бәрі өз қолында. Бірақ ата оған қарсы әрекет жасауға дайын тұр еді. Таңғы шай үстінде ата жай ғана: балалар, бір-бірімізді тыңдайық, деді. Сөзден гөрі іс бар. Біреудің жоспары сізге көрінбейді, бірақ әсері айқын. Үйдегі атмосфера өзгерді. Айгүл сәл селк ете қалды. Бұл елемейтін кісі қалай қарсы шыға алады, деп ойлады. Ата бір-біріне қарама-қайшы мәлімет беріп, адамдарды ойланып қалуға мәжбүрледі. Кейде үнсіз қалу ең дұрыс шешім, деді ата. Айгүл бұған қапсыз күйде қарап тұрды. Сөзсіз, бірақ ең ауыр соққы болды. Кешке қарай үлкен келін Айгүлге қарап: сіз әрдайым бәрін өзіңізше шешесіз ғой, деді. Бірақ кейде үнсіздік сөзден де күшті. Айгүл ішкі күлкісін жасырды. Бірақ ол алғаш рет сезінді, өз маскасы сырғи бастады. Енді бәрі бұрынғыдай оңай бақылауда емес. Ата бір рет қана басын көтеріп қарап қойды. Көзқарасы жұмсақ, бірақ қатты. Айгүл оны түсінді, ең қауіпті қарсылас қашанда еленбеген адам болады. Бір сәтте үйдегі әрқайсысы өз ісіне қайта назар аударды. Айгүлдің ойындағы бәрін бақылау жоспарында алғашқы сызат пайда болды. Алғашқы қарсы әрекет жасалды. Енді шын соғыс басталды. Күндізгі тыныштық жалған еді. Айгүл бәрін өз қолына алғандай сезінді. Бірақ алғашқы соққы дер кезінде келді. Үлкен келін бірде отырып, ашық сұрақ қойды: Айгүл, сен соңғы кезде не істеп жүрсің? Айгүл жылдам жауап берді күлкісімен: мен бәріне жақсылық қылып жүрмін ғой. Бірақ үлкен келін тексеріп отырды. Көзқарасынан сенімсіздік пен күмән байқалды. Сол сәтте ата сөз араласты: сөздеріңнің бәрі таза емес, Айгүл, сіңді де қарап шығу керек. Бұл Айгүл үшін күтпеген соққы болды. Өйткені бұрын ешкім оның әрекетін ашық сынамайтын. Бәрі оның айлакерлігін байқамай өтіп жүрді. Үйдің атмосферасы ауырлады. Кімнің жағында екені белгісіз. Айгүл ішінен: бәрін алдын ала есептедім, қалай бұл болды, деді. Түнде ол бөлмесіне қайтып ойланды. Алғаш рет өз жоспарында алғашқы сызат пайда болды. Күйеуі оған жақындап жұмсақ айтты: Айгүл, кейде біреуге қарсы сөз айтпай, әрекетіңді көрген дұрыс. Бұл сөз Айгүлдің ішкі сенімін шайқап өтті. Бірақ ол сыртқа әлсіздік көрсеткісі келмеді. Алғашқы соққы айлакердің ең қауіпті сәті. Енді бәрі оның бақылауынан сырғырып бара жатқандай еді.
Айгүл енді өзіне сенімді емес еді. Алғашқы соққы оның ішкі әлемін шайқап өтті. Бірақ ол әлі маскасын түсірген жоқ. Bir күні ол күйеуіне сыбырлап айтты. Ағам мені түсінбейді. Ал егер мен ашық сөйлесем, бәрі бұзылып кетеді. Күйеуі үнсіз қалды. Бәлкім, бәрін асыра сілтеп отырсың, деді ол. Айгүл бұл сөзді байқамағандай болды. Бірақ іштей түсінді, біреуді тым төмен бағалау қате. Үлкен келін оны бақылап отырды. Көзінде бұрынғыдай қорқыныш жоқ. Сезімі дәлелденген сенімге айналды. Айгүл бірде қонақ бөлмеге кіріп енесіне. Апа, кейде сіз мені дұрыс түсінбейсіз, деді. Ене басын шайқады, бірақ ішкі ойы мен сөздерінің арасы қатты қапталды. Сенің ойың менің ойымнан бөлек, деді ол. Айгүл ішінен ойланып қалды. Менің ойлағанымдай бәрі оңай емес екен. Сол түні ол бөлмесінде отырып, өзінің алғашқы қателігін түсінді. Біреуді төмен санау, оның ішкі күшін бағаламау айлакердің ең қауіпті қателігі. Үйде бәрі қайта бөлінді. Кімге сенуге болады, кімге болмайтыны анықталды. Ал Айгүл енді бір қадам артқа шегініп, стратегиясын қайта ойластыруға мәжбүр болды. Қателік ашылды, бірақ салдары әлі көрінбеді. Айгүл бұрынғыдай сенімді емес еді. Үйде әрбір көзқарас, әрбір сыбыр, әрбір үн оның жоспарына қарсы әрекет жасап тұрғандай көрінді. Күйеуі оны байқап. Сен өзіңді тым сенімді сезіндің, Айгүл, деді жұмсақ. Бірақ бәрі саған қарсы шығуы мүмкін. Айгүл ішінен күлді, бірақ сыртқа әлсіздік көрсетпеді. Мен бәрін басқара аламын, деді ол, бірақ дауысы дірілдеді. Кейін үлкен келін ашық қарсы шықты. Айгүл, сен бәрін бақылап жүрсең де, адамдар өз ойымен қозғалады, деді. Сенің айлаң бәрін шешпейді. Бұл сөз Айгүл үшін алғашқы ауыр соққы болды. Өйткені ол ойлағандай бәрі оның қолында емес екенін түсінді. Сол түнде Айгүл бөлмесінде отырып, өзінің стратегиясын қайта ойлады. Мен бәрін есептегенмін, бірақ біреу әрқашан күтпеген әрекет жасайды екен, деді ішінен. Енді үйде атмосфера өзгерді. Кімнің кімге сенетіні белгісіз. Айгүлдің айлакерлігі өзіне қарсы қайтып келе бастады. Ал ең қауіптісі әлі көрінбейтін қарсылас атасы еді. Оның тыныштығы мен үнсіздігі Айгүл үшін үлкен қауіп. Айлакердің ең қиын сәті өз жоспарының қарсы әсерін көру. Айгүлдің жоспары әлі де кейбіреулердің көңіліне шықпай жатты. Бірақ ол ең сенімді адам деп санаған күйеуіне толық сенім арта алмады. Бір кеште күйеуі оған сыбырлады. Айгүл, сен бәрін өзіңше шешесің, бірақ кейде менің де ойым бар, деді. Менің сезімімді де тыңдауды ойлайсың ба? Айгүл таңғалды. Бұл сөз оның ойлағанынан ауыр болды. Күйеуімнің мені қолдауы әлсіреген бе? Деді ішінен. Сол сәтте үлкен келін қарап отырды. Көзінде жеңіс емес, шынайы сенім пайда болды. Айгүл әр әрекетімен адамдарды өзіне қарсы шығара бастағанын түсінді. Түнде ол бөлмесінде отырып ойланып қалды. Мен бәрін есептедім деп ойладым, бірақ адамдар өз ойымен қозғалады екен, деді ішінен. Айгүлдің ең сенімді қолдаушысы күйеуі енді оған толық сенбейтінін көрсетті. Бұл оның ішкі әлемін шайқап өтті. Үйде бұрынғыдан да тыныштық жоқ болды. Кімнің жау, кімнің дос екенін айту қиын. Ал Айгүл әр қадам сайын өз стратегиясын қайта ойлауға мәжбүр болды. Ең сенімді қолдаушының күмәні айлакер үшін ең ауыр соққы. Айгүл ұзақ уақыт бойы маскасын киіп жүрді. Қу, ақылды, арам, бәрін жасырған. Бірақ кейде маска сырғып кететін сәттер болады. Бір кеште үлкен келін Айгүлдің бөлмесіне кірді. Айгүл, сен шындықты жасырғың келеді, бірақ бұл мүмкін емес, деді. Айгүл таңғалды. Бірақ оған қарсы ештеңе айта алмады. Көзіндегі жалған күлкі бір сәтке сызылды. Шын беті көрінді. Сіз бәрін көрдіңіз бе? Деді Айгүл ұялмай, бірақ дауысы дірілдеді. Сіз бәрін біліп отырсыз ба? Деді үлкен келін. Иә, деп жауап берді үлкен келін. Бірақ мен сенің ойлағандай жаман адам емес екеніңді түсінемін. Айгүл ішінен ыстық толқыныс сезді. Бірақ маскадан айырылу оңай емес. Сол түні үйдің атмосферасы бұрынғыдан да өзгерді. Бәрі Айгүлдің маскасын көріп қойғандай болды. Кімге сенуге болады, кімге болмайтыны белгісіз. Айгүл өз бөлмесінде ойланып отырды. Енді бәрі менің жоспарыма қарсы бағытта қозғалады.
Бұл айлакер үшін ең қауіпті сәт. Маска сырғып, шын бет көрінді. Ал көрер адам үлкен келін еді. Айгүл енді бұрынғыдай ешкімді алдауға болмайтынын түсінді. Айгүлдің шын беті көрінгеннен кейін үйде атмосфера өзгерді. Енді бәрі бұрынғыдай жеңіл байқалмайтын болды. Келесі күні Айгүл тағы бір айласын іске қосқысы келді. Бірақ алғашқы әрекетке қарсы бірінші соққы қайтып келді. Үлкен келін мен ата бір-біріне сыбырлап, оның әрекетін талқылап жүрді. Сөзсіз, бірақ күшті әрекет. Айгүл байқамай қалды. Мен бәрін бақылауда ұстаймын деп ойлады. Бірақ үйдегі жағдай оның ойлағандай болмады. Күйеуі де бірден өзгерді. Айгүл, сен өз ойыңмен бәрін шешуге тырысасың, бірақ кейде бәрі қарсы бағытта жүреді, деді ол. Айгүл ішінен қатты қорқып кетті, бірақ сыртқа әлсіздік көрсетпеді. Қалай мүмкін? Мен бәрін есептедім ғой, деп ойлады. Үйде әрбір қадам, әрбір сөз Айгүлдің жоспарына қарсы қайтып келді. Сол күннен бастап ол сезді, айлакердің ең қауіпті сәті оның өзі жоспарлаған әрекетінің кері әсерін көруі. Түнде Айгүл бөлмесінде отырып, өзіне өзі. Мен бәрін басқарамын деп ойладым, бірақ бәрі кері қайтып жатыр, деді. Бұл оның алғашқы үлкен сәтсіздігі. Енді бұрынғы айлакерлік күшін сақтап қалу үшін жаңа стратегия қажет еді. Кері әсер әр айлакер үшін ең ауыр сабақ. Айгүл алғаш рет қателігін түсінгеннен кейін стратегиясын түзетуге кірісті. Ол барлық әрекеттерін қайта ойлап, адамдардың реакциясын алдын ала болжауға тырысты. Бірақ үйде бәрі бұрынғыдай қарапайым емес еді. Үлкен келін мен ата бірге отырып, Айгүлдің әрекеттерін талқылаған сайын, ол өзінің есептеген әсерінен тыс әрекет жасап жатқанын түсінді. Күйеуі де оның жоспарына толық сенбейтін болды. Айгүл, сен қазір бәрін өзіңше шешуге тырысасың, бірақ бұл жолы бәрі басқаша болады, деді ол. Айгүл бір сәт үнсіз қалды. Қалай? Мен бәрін есептедім ғой, деді ішінен. Бірақ шындық айқын болды. Айгүл енді бұрынғыдай бәрін бақылауда ұстаймын деп ойлай алмайды. Бәрі оның қарсысына кетіп бара жатыр. Сол түні Айгүл өз бөлмесінде отырып, ішкі дауысына құлақ салды. Мен қателік жасадым. Енді бұл жолды түзетпесем, бәрі қиындайды, деді ол. Бұл Айгүл үшін жаңа сабақ, айлакерлік күш әрдайым бақылауда бола бермейді. Ал ол әрекетін дұрыс түзете алса ғана үйдегі хаосты қайтадан өз бақылауына алады. Қателікті түзету ең қиын кезең, бірақ ол міндетті түрде келеді. Айгүл енді маскасын толығымен түсірді. Бұрынғы қу, арам, айлакер беті ашық көрінді. Үйдегі барлық көздер оған тікелей қарап, шындықты бағалауға мәжбүр болды. Үлкен келін және ата Айгүлдің әрекеттерін көріп, ойланып қалды. Бәрі анық болды, деді үлкен келін. Бұл қызбен ашық сөйлескен дұрыс, деді ата. Күйеуі де ішкі дауысын білді. Айгүл, сенің барлық айлаң енді көрінді. Бірақ шындықты тану да маңызды, деді. Айгүл ішінен сезді. Мен бәрін бақылауда ұстаймын деп ойладым, бірақ шындық әрқашан өзін көрсетеді. Үйде алғаш рет шындық пен шынайылық жеңді. Айгүлдің бұрынғы қу, арам беті ашық көрінді. Бірақ бұл жолы ешкім оны жаман көрмеді, тек қабылдады. Енді бәріміз түсінеміз, деді ене, әркім өз орны мен әрекеттерін білсін. Айгүл үшін бұл тәжірибе ауыр, бірақ маңызды болды. Айлакерлік күш тек уақытша әсер береді, ал шынайылық ұзаққа созылады. Сол кеште үйде бұрынғыдай тыныштық орнап, бәлкім бұрынғыдан да мықты байланыс пайда болды. Шын бет толық көрінді, ал енді бәрі қайта басталды. Үйде тыныштық орнады. Бірақ бұл бұрынғы тыныштық емес еді, енді әрбір адам бір-бірін тереңірек түсіне бастаған. Айгүл өз әрекеттерін талдап отырды. Мен бәрін бақылауға аламын деп ойладым, бірақ шындықты ешкім жасырмайды екен, деді ішінен. Үлкен келін оған қарап күлімсіреді. Сен бізді сынадың, кейде қиындық тудырдың, бірақ енді біз бәрін түсінеміз, деді. Ата терең дем алды. Әркім өз шын бетімен өмір сүргенде ғана отбасы мықты болады, деді ол. Күйеуі Айгүлге жақындап, жылы сөйлесті. Енді біз бәріміз бір-бірімізді түсінеміз. Сен де бізде, деді. Айгүл ішінен сезді, арам, айлакер беті енді қажет емес. Шындық пен шынайылық ең күшті құрал екенін түсінді. Басқа ешқандай айла қажет емес еді.
Үйде бұрынғыдай айрандай ұйыған, бірақ енді шынайы бірлік орнады. Әрбір адам өз орнын түсінді, бір-бірін бағалады, әрі бұрынғы реніштер мен күмәндер артта қалды. Айгүлдің ішкі әлемі де тыныштық тапты. Енді ол күлімдеп, бірақ бұрынғыдан мейірімді, ойлы, әрі сабырлы келінге айналды. Отбасы қайтадан бірікті. Айлакерлік маска сырғып, шынайылық жеңді. Ал үй бұрынғыдан да мықты болды. Осымен әңгімеміз тәмам. Соңына дейін тыңдаған сізге рахмет. Келесі әңгімеде кездескенше.